Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода бізде семьяға автопарк жасайтын боламыз, яғни жаңадан көліктер сатып алатын боламыз. Бүгінгі видео өте қызықты болды. Сондықтан лайк пен комментарияны санын аямай көбейтіп жіберіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Буханка көлігін 2 миллионға алғалы жатырмын. Енді бұны нормально ақшаға алдым деп ойлаймын. Енді цветін ауыстырып фама қосып қоямын. Қазір бұның цветін ауыстыратын боламыз. Цвет кузова дейміз да. Қазір осы жерден біздің цвет ақ болғандықтан қазір ақ цветке қоятын боламыз. Бірінші осы винилін алып тастайтын боламыз стоковыйға. И сосын ақ цветке ауыстырамыз да фамаға қосып қоятын боламыз. Достар, алдыңғы конкурс, үшінші видеода айтқан конкурстың әлі жауабы шықпайтын болады. Неге десеңдер, сол видеода 2 просмотр әлі болған жоқ. Сондықтан бұл видеоға осы видеоға именно 1000 просмотрдан асырып 1500 просмотр болатын болса, сол кезде біз 1000 теңгенің конкурс, яғни 1000 теңгенің жауабын шығаратын боламыз. Қазір Буханканың осы дискісін цветін ауыстыратын боламыз. Енді цветін ауыстырғаннан кейін бұл да ақ цвет болып кетіпті. Қазір бұның цветін қараға ауыстыратын боламыз. Айтпақшы достар, каналға 2 подписчик, азақ подписчик қалды. Енді 240 или 140 подписчиктер қалды. Өшім, сіздердің қолдауларыңызды күтемін. И бұйырса Алла қаласа, бізде осы Блэкрашаның осы ютуберлікті дамытатын боламыз. И және де сіздерге айта кететін жайт, осы семьяға кірем деушілер болатын болса, ФП 238, 258-ге келіңіздер. Сол жақта күтетін боламыз. Мына жақта Apple Rich деген бала, яғни мен подписчигім осында Блэкпастағы және де событиядағы скиндарды беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсың, рахмет саған Apple. Осы кабанды сатып алғалы жатырмын 1 миллионға. Енді нормально деп ойлаймын, ішінде спорт бар, тағы да басқа да заттар бар. Қазір бұл көліктің де цветін ауыстыратын боламыз ақ цветке. И сосын қазір дискісін сразу ауыстырып тастайық. Енді жаңағыдай қайтап жүрмес үшін. Жоқ, нормально болды. Мына жақта еще Азеке Муслимский деген бала бранжерет толтырып жатыр. Оғанға дейін бізде осындай автопаркты жасап жатырмыз. Қазір бұл көлікке бізде бір скин деппін ғой, бір номерный знак қойатын боламыз. Русский, в общем, сондай бір бар емес пе, русский номерлар, сон қойдым. И короче, бұл керекті мен сатып алайын десе, менде мут беріп қалады ғой флутқа. И короче, мен қазір осы жақта маған лақтыратын болады. Ё-май, кәдімгідей боқтап нервім шығып кетті. Енді нормально ақшаға алғалы жатырмын. Енді бұны қазір 3-те 5-ке алып көретін боламыз. И ашшы деп айтайық, 3-ке 5-ке хотя бы алып көрейік. Енді негізі нормально деп ойлаймын, бұл гелик қой, дегенмен алдыңғы Блэкпастағы геликтар, сондықтан бұның бағасы нормально. Короче, 3 200 000-ға осылай мен осындай көлікті сатып алып кеттім. Енді нормально цветін ауыстырамыз Қазір бұның да цветін ауыстыратын боламыз. И қараса, мына жақта да винил бар екен. Қазір винилді ауыстырып тастайтын боламыз. И цвет кузова ақ цветке қояқ десек, мына жақта тағы бір бак болып тұр. Енді бұл бакты өшіретін бірақ жол бар. Короче, осылай ақ цветке қоя саламыз. И все, достар, осылай сатып алдық. Короче, достар, осы очкиді 1 миллионға сатқалы жатырмын. Маған да бір ақша керек болып жатыр. Дегенмен фамаға тағы да бір автопарктар және де тағы да басқа заттарға керек болады фамаға. Санчо YouTube деген подписчигім маған осындай кереметтей номерный знактарды беріп жатыр русский учеттағы. Енді қарасаңыздар, қандай кереметтей номерлар, көбісі 111 и 777 деген номерлар көп екен. И үстіне 520 000 қосып берді ғой. И рахмет көп саған Санчо. Енді новый хата алу үшін осылай ақша жинап жатырмыз. Рахмет. Достар, последний өтінішім осы видеоға енді сәл көптеу просмотр жинаңыздар. Сосын 2 подписчик азақ қалды, жеткізсек тезірек.